8 наурыз қыз келіншектердің құшағы гүлге, жүзі нұрға толатын күн. Бұл күні нәзік жандыларға қандай сый сыйласа да жарасады. Алайда гүлдің орны бөлек. Ол әрине түсінікті де, мейрам келді деп, ер азаматтар сүйіктісінің де, сүйкімдісінің де көңілін аулау үшін гүл шоғын беруге тырысады. Лола, қалампыр, раушан сияқты гүлдерді қай елдерден алып келетіні білгіңіз келе ме? Ендеше мына деректерді тыңдаңыз. Жыл басынан бері Эквадордан 769 тонна гүл жетіпті. Нидерландыдан 268 тонна, Колумбиядан 137, Кениядан 108 тонна. Міне тонналаған гүлдердің саны осылай кете береді. Сіздің ойыңызға өзге затты былай қойғанда гүлдің өзін импорттайтындай не күн туды деген ой келмеді ма? Өзімізде егіп өсіре алмаймыз ба деуіңіз де бек мүмкін. Расымен де, алыстан арбалағанша жақыннан неге дорбаламаймыз? Біріншіден, мұның ар жағында экономикалық мәселелердің құлағы көрініп тұрған сыңайлы. Екіншіден, Қазақстандағы жылыжайлардың ішкі нарықты қамтуға әзірге қауқары жетпейді. Себебі кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық аз, инвестиция жоқ, субсидия ала алмайды. Жалпы алғанда елімізде сатылатын гүлдердің тек 25% ғана өзімізде өсірілетін көрінеді. Қалғаны тау асып, теңізбен жүзіп, тас жол арқылы тіптен ұшақпен де жеткізіледі. Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпаратына сүйенсек, былтырғы жылы алыс-жақын шетелден 6690 тонна гүл жеткізіліпті. Оған 46,7 миллион ақш доллары жұмсалған. Биылғы көрсеткіште қалысар емес. Айталық, биылғы жылдың қаңтар-ақпан айының өзінде 1341 тонна гүл импортталған. Елге кіргізілетін гүлдердің көш басында раушан гүлі тұр. 2 айда кірген импорт 1341 тонна гүлдің 800 тоннаға жуығы осы раушан гүліне тиесілі. Одан кейін бақыт гүлі, қалампыр, лола гүлдеріне де сұраныс жоғары. Қазақстанда Екібастұз қаласында жылыжайда бұрын голландтық тәсілмен раушан гүл өсірілген. Кешеннің қауқары 5 гектар жерге 7 миллион гүл өсіруге дейін жеткен. Тіпті көрші Ресейге де экспортталған екен. Алайда 20 жылғы пандемия кәсіпке қол бойлау жасағаны рас. Содан жылыжай кешені алқызыл раушанның орнына қып-қызыл қызанаққа ауыстырылған. Екібастұздық кәсіпкерлердің гүл егу кәсібін қайта қолға алу ойлары бар екенін айтып отыр. Себебі бүгінгі таңда Ресейдегі санкциялардың кесірінен Еуропадан гүл жеткізу қиын болып отырған көрінеді. Қалай дегенмен де гүлге деген сұраныс қашанда жоғары. Тау-тас асып келсе де сатып алынады. Алайда отандық жылыжайлар бұл қажеттілікті қанағаттандыра алмаса да, басқа кәсіпкерлер гүл шоқтарын жеміс-жидекпен жасап, түрлі жұмсақ ойыншықтарын жиынтығынан да гүл жасап табыс тауып жүр. Сондықтан гүлге деген таңдау өте көп. Ең бастысы қыз келіншектер шынайы көңілмен қабыл алса болғаны.